Kanalıma hoş geldinizler. Bugün Tay memleketінше ет pişiреміз. Kanalım unasa like basıp, qoңыраушаға басып, тіркеліп, достарыңызға бөлісіп кетіңіздер. Бірінші қыздырылып тұрған майымызға мен тауық етін алдым. Қалауыңызша кесіп, қалауыңызша көп қылып салыңыздар, майға шыжғырып қуырыңыздар. Содан кейін ішіне басқа да заттарымызды салатын боламыз. Бірақ етіңізді жақсылап тұзын салып, қуырмаштап алыңыз. Менікі дүкеннің тауығы, сондықтан тез піседі. Сондықтан барлық затын бірге сала берем. Үйдің тауығы болса, енді молырақ пісетін болады. Оны да қаперлеріңізге алыңыздар. Енді осыдан кейін етіміз әбден қуырылып болғаннан кейін пісіріп алмаңыздар, жуаларыңызды салыңыздар. Қандай көлемде заттар салатын құрамын описание бөлімінде көрсетіп кетемін. Бізге одан бөлек морковьті сәбізді көп көлемде салу керек, картоп, капуста, сарымсақ деген заттар керек болады. Қызанақ, менде міне балдарым көп піскен сәбізді жемейтін болғандықтан аз турадым. Помидорында, қызанағында көп қылыңыздар, сарымсақтан 3 дана салдым. Онда өз қалауыңызша чоркадан өткізсеңіз де болады, или кесіп салсаңыз да болады. Міне осылай барлығын салып араластырасыздар әбден. Оларды да қуырмаштап аласыздар. Бұдан кейін ішіне бұршыңыз салыңыз. Менде горошка бұрш болды. Сіздер өздеріңіз біліңіздер. Сосын перец салыңыз. Перецті көбірек салсаңыз болады. Маған осы перец салған жеткілікті. Бұдан кейін ішіне капустаңыз салыңыз. Салмасаңыз да болады. Бірақ маған өзіме капуста салған ұнайды. Аз мөлшерде салыңыз. Бұдан кейін картошкасын саласыз. Міне, осыдан кейін барып уже пісіп қалды. Менде нелерім бетіндегі подливасы, сондықтан үстіне картошкасын салдым да, енді пісуін күтем. Тұзын, бұрышын, сосын қызыл бұрыш та салдым. Аздап қызыл бұрыш салсаңыздар да болады. Дәмдеуіштерде мен басқа дәмдеуіштерді жақтырмаймын. Өзіме ұнайтын дәмдеуіштерді ғана салдым. Өздеріңіз біліңіздер сіздерде. Сосын томатымызды салып, томатта 1,5 қасық салдым. Бұл жерде менде помидор аз болды. Негізі помидорды балғын күйінде салған дұрыс екен. Осылай салып араластырып, сосын суымызды құямыз керегінше. Көп шылқытып су құймаңыздар. Шама келгенше сулау қылып құйып, бір бұрқ еткізіп қайнатып алсаңыздар, дүкеннің тауығы болғандықтан бәрі тез пісіп бір мезгілде түседі. Оның қасына қосымша гарниріңізді пісіре бересіз. Гарнирге міндетті түрде күріштен пісіресіз бірақ.
Мен міне мына жерде гарнирімді пісіріп жатырмын. Жуылған күрішіңізді майға салып қуырмаштап аласыз. Сонда күрішіңіз піскен кезде мүлдем езілмей рассыпчатый болып шығады, шашылып шығады. Осылай қуырмаштап аласыз. Ақшылға түске енген кезде күйдіріп алмаңыз, сарғайтып. Оның үстіне суыңызды дәмдеуіш қоссаңыз да болады. Тұзын тек қана мен тұз салдым. Осылай араластырып, керегіңізше суыңызды құясыз. Қайнап жатыр. Мына жерде суын құйдым, бірақ видеоға түспей қалды. Тұзын салып, бетін жауып бұқтырасыз. Астына гарнирін қойып, үстіне дайындаған повидласы салмасы дейбіз, қалай айтсаңыз да өзіңіз білесіз, сорпасы барықты құйып, осылай берсеңіз, таң қалдырары сөзсіз. Ас болсын,